Сәлем досым, бүгін біз видео караоке жасайтын боламыз. Болай болса, кеттік. Қой күрсінбе, қойшым бәрі құрсын де, ең бастысы, басым аман болсын де. Олай болса, біз әдеттегідей видеоли предложениесімен жасайтын боламыз. Плюс батырмасын басамыз. Өзімізге ұнаған избірінеді бір видеоны таңдап алдық. Маған осы видео ұнады. Енді оны көп керек емес, маған 14 секундтай сол жерден қысқартып алатын боламын. Төменге оңға тартамыз, разделить батырмасын басамыз, яғни қысқарту. Керек емес видеоны таңдап, оны оң жақтан удалить етіп тастаймыз. Және бұл видеода бізде артық дыбысын удалить етіп тастауымыз керек. Және видео әсерлі шығу үшін оның скорсын төмендету керек, яғни жай қимылмен жүретін болу керек. Примерно маған өзіме 14 секундтай, 13 секундтай тура келді. Соны алдым. Енді біз музыкамызды қосуымыз керек. Ол үшін сіз музыка қосуды білмесеңіз, бір сабақ өтіңіз. Қой күрсін. Жоғарыдан мен көрсеткен қолмен басамыз және стрелканы басамыз, мынау стрелканы. Және тағы стрелканы басамыз. Және оңға тартып, еще батырмасын басамыз. Төменге тартып, видеолип батырмасын басамыз. Бізге автоматты түрде музыка өзі скопировать етіліп тұр. Енді біз өзімізге керекті жолын қысқартуымыз керекпіз. Осы жерде маған ұнады. Мен оны қысқартамын. Ал керек емес видеоны удалить етіп тастауым керекпін. Басып, удалить еттім. Солға тартамын. Солға тарттым. Қой күрсінбе, қойшым бәрі құрсын де, ең бастысы. Біткен жерінен, яғни музыканы тағы да қысқартып аламыз. Разделить етіп, асықпай көріп аламыз. Басым аман болсын де. Деген жерден біз тоқтатуымыз керек. Осы жерден ыңғайлы маған. Осы жерден видеоны да, музыканы да қысқартып алғым келеді. Видеоны таңдадым, разделить етемін. Музыканы таңдадым, оны да разделить етемін. Және оларды удалить етіп тастаймын, басып әрқайсының үстінен. Енді видеомыз дайын, яғни қысқартылған музыкамыз таңдалған видеомыз дайын. Басым аман болсын де. Біз жартылай дайын десек те болады. Енді біз текст қосамыз, яғни караокеге. Мен алдын дайындап қойғам Google'дан. Яғни музыканың текстін терсеңіздер, олар сізге автоматты түрде шығарып береді. Мысал үшін, қой күрсінбе, ең бастысы басым аман болсын де дегенге дейін мен скопировать етіп аламын. Оны бірден текстке қосамын. Яғни бүкіл текстте осы тұрады. Енді әр сөйлемін бір тоқтатып қысқартып алуым керекпіз. Қой күрсінбе деген жерден қысқарттым келеді мені. Қой күрсінбе. Қысқарттым. Қойшым бәрі құрсын де. Қойшы бәрі. Қойшы бәрі деген жерден қысқартып алуымыз керекпіз. Текст таңдаймыз. Текст таңдап аламыз. Қойшым бәрі құрсын. Қойшы бәрі. Қойшы бәрі. Қойшы бәрі жерден қысқартып аламыз. Құрсын де деген жерден қысқартып аламыз. Қысқарттым. Келесін көріп. Ең бастысы деген жерден таңдаймын. Ең бастысы. Басым аман болсын де. Басым аман. Басым аман деген жерден таңдап аламын. Аман болсын. Басым аман болсын де.
қысқарттым, разделить етіп алдым. Енді бір көріп шығайын. Қой күрсінбе. Енді сол жақтаға басып қой күрсінбе, яғни артықтардың үстінен басып, яғни кесіп тастаймыз, яғни алып тастаймыз. Біздің текстіміз кіші әріппен болған дұрыс, өйткені караокеде әдемі көрінбейді. Қой күрсінбе. Әне, қой күрсінбе, алғашқы сөзін дайын болды. Қойшы бәрі. Тура солай. Править дегенде жерді басып, жазылмаған, яғни жазылып, жазылмаған жерлерін алып тастайтын боламыз. Керектісін қалдырамыз. Қойшы бәрі құрсын. Құрсын деген жерді қалдырамыз. Қалғандарын біз қысқартып тастаймыз. Енді келесіде ең бастысы деген жерден аламыз. Ең бастысы. Так. Үлкен әріпін кішіге айландырамыз. Келесідей бір тыңдап. Басым аман. Басым аман. Так, править. Яғни жазу жолын таңдаймыз да. Басым аман. Алып тастаймыз. Басым аман. Ары қарай де. Басым аман болсын де. Де деп бір ені қосамыз, екі е. Одан бір ені қалдырамыз. Өзге әдемі көрінетін болады. Енді бір көрсінбе, қойшы бәрі құрсын де. Ең бастысы, басым аман болсын де. Енді бізге бір нәрсе жетіспейді. Яғни біздің текстіміз анық көріну үшін біз оны видеоны таңдап прозрачностьін азайтамыз. Міне, қарап тұрсаңыздар, прозрачностьін азайтып, мүмкін төмендетіңіз, мүмкін жоғарылатыңыз, бірақ әдемі көрінетіндей қылып, текстіңіздің анық түсте болатындай қылып таңдап алыңыз. Маған осы ұнады. Енді қойшы бәрі құрсын де. Ең бастысы, басым аман болсын де. Осымен біздің сабағымыз аяқталды десек те болады. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Егер де түсінікті болмаса, комментарийға қалдырып айтсаңыздар болады. Мен сіздерге міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Және де мына жерде қарасақ, текстіміз бір көтеріліп, бір түсіп кеткен. Бұндай жағдайда бір абзацтары, яғни пробелдары алып тастауымыз керек. Мысалы үшін жоғарыда қалып кеткен, оны алып тастадым мына. Енді таза дайын болды. Қой күрсінбе, қойшы бәрі құрсын де. Ең бастысы, басым аман болсын де. Осымен, яғни екінші сабағымызды аяқтадық. Қоштаспаймыз, келесі кездескенше дейміз. Қандай да сұрақтарыңыз болса, маған қойыңыздар. Каналға жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Ал жазылған жандар ең бірінші болып көретін болады. Баршаңызға рахмет.